Кеңізге рахмет, Талғат ағай. Сәл кешіккенде кептелісте қалып қойсын. Қалғылай. Балалар, бүгін бізде лабораториялық жұмыс. Қане, мына тәжірибені кім көрсетіп жібереді? Аслан, келші. Ала ғой. Бұл сутекті отығын катализатор арқылы ыдырату реакциясы. Яғни ағартқыш дезинфекциялаушы затқа калий иодидін катализатор ретінде қосамыз. Сол кезде оттегі бөлініп, көбік көтерілетін болады апай. Өте жақсы. Қауіпсіз, таза, әрі-бәрі есеппен. Жарайсың, Аслан. Отыра ғой орныңа. Рахмет. Аслан, бір минут бола ма? Иә? Қалайсың? Жақсы өзің? Жақсы. Аслан, көмегің керек. Жақсылығыңды ұмытпаймын, көмектесші. Иә, айта бер. Бүгін химиядан қалалық олимпиада қайтадан іріктеу болып жатыр. Аха. Соған менің орныма қатысып берші. Комиссияда басқа мектептен сені ешкім танымайды дегендей. Міне, бәйчік, осымен кіресің. Не үшін? Бүгін мектеп аралық футболдан финалға қатысуым керек. Капитанмын дегендей түсінесің ғой. Көмектесші, 50 мың теңге бер. Жарайды, көмектесейін. Бірақ ақшаң керек емес, сен де көмегің тиіп қалар дегендей. Бұл кез келген көмек бауырым. Рахмет. Қадыров Дастан. Келіңіз, мінекей тапсырма парағыңыз. Отырыңыз, сізге 20 минут беріледі. Гүлнархан, менен осы сұраған документтер. Аслан, сен не істеп жүрсің мұнда? Алло? Алло, келдің бе? Жоқ, Асланның директоры хабарласты, тез келіп кетіңізші деп. Тыныштық па, Асланға бірдеңе болып қалды ма? Жоға, алаңдама, Аслан туралы емес. Оқу ақысы жайында дейді. Ертең барса болмай ма? Білмеймін, қазір келіп кетіңізші деді ғой. Жарайды, мен онда үйге қайта берем. Бүгінге қабылдау жоқ. Жарайды, үйде жолығамыз. Жақсы. Бұл өте ұят жағдай болды. Білім басқармасына шағым түссе, сіздің ұлыңыз ғана емес, менің де жұмыстан кетуім әбден мүмкін еді. Иә, бұл өте ыңғайсыз жағдай болды. Алтынай ханым, сіз басқарып отырған бұл мектепті еліміздегі ең абыройлы, білімі сапалы, санаулы мектептердің бірі деп білем. Мектептің деңгейін түсірмей,
оқушыларыңыздың жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, халыққа қызмет жасайтын азаматтарымызды дайындап шығарып отырған сіздің еңбегіңіз екені айдан анық. Сондықтан сіздің даналығыңызды ескеріп, өзіңізден тағы да кешірім сұраймын. Айтпақшы, Алтынай ханым, айтайын деген, бұл мектеп бәрімізге ортақ. Сондықтан осы мектепте қандай да бір іс-шараларға көмек керек болып жатса, бірден хабарласыңыз. Сіздің бір ауыз сөзіңіз. Бақытбек мырза, біз ересек адамдармыз ғой. Жағдайды дұрыс жағынан түсінеміз. Асланның өзіне дейді екен. Кешіріңіздер, екінші қайталанбайды. Досыңа көмектескің келген шығар. Мұныңды дұрыс деп есептеймін. Бірақ бір нәрсе есінде болсын балам. Әр нәрсенің негізіне үңіліп үйрен. Жарай ма? Уақыт өзгереді. Күндердің күнінде өзіңмен өзің қалатын сәттер болуы да мүмкін. Сол кезде өзіңді танымай қалма балам. Жарай ма? Алло? Иә, тыңдап тұрмын. Жақсы түсіндім. Жұмыстан ба? Иә. Ертең демалыс алам. Екеуміз балыққа барып келейік, анаң маған ренжулі. Кешке гүлмен келмесем, үйге кіргізбей қоятын шығар. Мам? Не болып қалды? Алло? Алло, естіп тұрсыз ба? Иә, бұл кім екен? Мен орталық ауруханадан хабарласып тұрмын. Бақытбек Сәрсенұлы, сізге кім болады? Әкем? Не болып қалды? Әкеңіз жол апатынан қаза тапты.